Бәріне салам достар, менің атым Данияр, бұл менің ең бірінші видеом ютубта. Сіздермен бірге осылай GTA түсірген деп едім. Бүгінгі видеода мен бір жаңа машина алайын деп едім өзіме, Жигулиден. И бар ақшама тюнинговать етейін. Мынау менің өзімнің машинам, Mercedes купе. Осы мен қазір барып сатып алып, сосын кәшінеміз сонымен. Естіп алайық. Ал кет бастайық. Так, нақта қайға солға шығып, нақта жолдың алдына тұрады, осы жақта. Сосын кірейік интернетке, нақта ол қайықты еді? Ол Саузерн осы жерде. Осы жерде вот міне Жигули 145 мың тұрады екен, онша қымбат емес. Осындай оранжевый түсте алайық та. Eclipse Towers Penthouse. Соған апарайық. Жарайды. Все, заказ кетті. Енді мәшеге барайық. Қалай барып жүрді? Міне осыған барайық ақырындап. Достар, біз жеткенше уже жамбыр қойды. Мен машина қойып қойдым. Енді гаражға кіріп алайық Жигулинді. Penthouse 3. Міне тұр ол оранжевый. Мынау не жаңадан шыққан машина, бірақ алып қойғам, мынаны алмағам әлі. Жигулин. Тюнинг жасайын деп едім. Синальский. Синальный күшті. Так. Шықандай бұны. Спидометр бар. Мынау айна қойдым, или телефон қоятын бір бәле ма. Тез руль түседі екен, бұрылғаны тез екен да. Дрифт жасап алба ма? Кішкене жасап алған екен. Фаралар қалар жанады. Сары. Нақты қызыл жанғанда бәрі тез өткетейік. Ой, рахмет. Енді нақты солға бұрылу керек бізге. Лос-Санс кастомсқа кіреміз қазір. Дрифтпен кіріп көрейік. Кішкене болады екен. Синатик кірейік. Міне тұр ол. Жаңа чебурек деп аталады екен ғой. Рум чебурек. Қазір броня дейді. 50 мың қояйық. Сосын тормозы 35 мың қояйық. Кішкене ана қосты гаузы. Бампер. Негіз көрген мына картоны бампер қызық көрінеді екен. Қойма қояйық, онша емес сияқты. Мынау классика. Классический ретро дейді. Ретро бампер, сплиттер дейді. Гоночный дейді. Мынау гонкаға арналғандай жасап көрейін деп едім. Раллиға. Мынау қандай тюнинговый дейді. Гоночный. Қайсысы күшті? Мынау қойын. Әдемірек сияқты. Артына енді стандартный. Ржавчина болып кеткен ғой. Картон онша емес. Мен глушитель жағын күшті жасаған екен. Убрать бампер дейді. Классический ретро дейді. Алып тастайық. Спортивныйға қатырақ ұқсайды екен былай. Двигатель бәрін. Ускорение максимально болды. Сырчатка керемес. Форма фар. Біреу жабық, екеу жабық. Ашықтайыз некеуде. Ал капот. Капотқа картонный порезы дейді. Карбон қызыл онша емес. Гоночный дейді. Оны айдем сақ тюнинговый. Осылай тюнинговый 12 мың тұрады екен. Клаксон. Өзің сигнал тұрайыз, ауысымай қой. Фара тиспей қой. Раскраска дейді. Раскраска. Жұлдыз шағысы не бар екен. Мынау ржавчина дейді осындай. Ржавчинамен бірінші цветін өзгертіп алайық. Зеркала дейді. Мынаға қойға болады. Осындай қойық. Крылоға. Номера. Мен өзім байлығы деген қойып осылай. Окраска дейді. Основной цветке енді бір цвет табайық. Үстін қара қылам. Астын білмеймін қандай түс қылса болады. Бір әдемі түс болса болады. Ақ түс қалай жарасады бұған? Ақ түспен қызықсыз көрінеді екен.
Онда мен просто красный қоя салайын. Жоқ, красный қатты екен. Красный грейс кішкене әдемірек екен. Перламутр жасамақ. Дополнительный цветке металлик болып қара қылайық үстін. Әдемі көрінеді деп ойлаймын. Кофе черный. Черный. Жоқ, черныйны қойып, ананың несін алып сөгір перламутрын. Сол кезде қара болып әдемі көрінеді. Осылай ма? Жынды болды машина. Цвет обивки дейді салон. Салон қара болайыншы, қызыл болғанша. Крыша. Крышаға да картон бар екен. Багажник дейді. Заттармен багажник. Типа спойлер сияқты ойлаймын. Міне спойлер. Онша емес көрінеді деп ойлаймын мен алады. Мен қоймақ қойықшы екен. Продать дейді пародия. Не тюнинговый қоя берейік. 8 тұрады екен спойлер. Картон кішкентай, үлкен, наклейкамен. Мынау әдемі болмайды екен. Тюнинговый андай үлкендер жараспайды. Ойбай, мынау деу ғой. Мынандайды қояйық, маған мақал осы. Высокий спойлер дейді. Подвескасын енді гоночная, раллиная аласақ. Трансмиссия гоночный, турбонадув. Ұшатын шығар. Колеса дейді. Колеса. Внедорожникті андай. Жоқ, андайлар жараспайды деп ойлаймын мен. Маслкарларда қандай бар. Осындайлар қойып қойып кішкентай. Андайды қойсай. Осылай қараға ма бір сұрық түске ауыстырсақ қара былай көрінеді. Былайш белый иней дейді. Белый қалай көрінеді? Фиолет күшті екен. Жарайды, белый иней немесе қарасын қойық. Белый иней қара. Жоқ, қарасын қойық, қара әдемірек көрінеді екен. Шиныға дизайн дейді. Қоя берік атомик деген наклейкалармен. Улучшение керек емес, дым от покрышек керек емес, стекла. Тонировка жасап. Тонировка деген осылай слабый жасап көруге болады. Тюнинг оғын шықты. Болды, бітті бәрі. Қалай жеткен енді дау. Дауысы сразу өзгеріп кетті. Бір нет сразу дауысы. Дрифт жасап көрейік. Дрифтке жақсы екен. Тартып жүрсеш. Негізі әдемі шықты ма? Ойлап олай шатын. Қашық көрейік. Соқтым. Не болды? Ойынша қатты соғылмапты. Нақты не үшін келді ма? Кеттік шайық қайып. Барып жөндетейікті бір гонка ойна жүрек. Гонка онда уақытқа бір жерді. Не сигнал тедатсы? Бар ол. Негіз жөндемей ақ қойық. Бәрі гонкаға орайын тұрмыз. Қандай гонка? Жоқ, бұл емес. Осындай уақытқа ойнағым келіп тұр. Қалай жүргенін көріп. Өтке етейік нақтан. Ой, рахмет. Нақтан. Достарыммен келіп қалдық біз. Міне екен ол. Бұл қай жаққа қарай? Стрелкасы бар екен, қай жаққа қарай тұру керек. Осылай былай тұрып алсақ. 58 секунд өту керек. Рекорд үшін. Басып бассақ. Ой, кеттік. 3 секунд, 58 секунд тез сияқты ғой, үлгермейтін сияқты ма. Личный рекорд нойны қазір көрек. 1 минутта жетсем жақсы болатын. Машалар көбейіп атыр нақта. Араларына бай өтті. Соғыспа өтіп кетейін. Нақтан былай арғып өтке. Ой, соғыстым. Болды. Үлгермеймін анам 1 минутта. Фара қосып қойық, бәрі көрсін. Нақта 10 жақпен бай сиятын шап. Бұрылып кеткен емес.
әдейі істеген сияқты осы. Уже 10 секунд қалды. Мен 10 секунд үлгермеймін, мынақтан былай бұрылып кетейік. Кешір дос. Минутадан асып кетті ғой уақыт. Көрейік, бірде 25-те келетін шығармыз. Жақын қалыппыз ғой, 1:20-да даже. Жүр. 16, 17, 18. Уже 20 секундқа кешігіп келе жатырмыз. Ол үшін тезірек машина керек сияқты мынақта. 1:25 ровно. 3:31 деді. Бопты онда. Мәшін жөндеп алайын. Қаш. Оп, үлгердім. Қалай әдемі кірдік мынақа. Мынақада былай бола ма? Кірамадық. Мәшінелер көбейіп кетіпті ғой мынақта. Ал жөнде басынан. Соғылам. Новый болып шықты енді, жаңадан сияқты. Қазір мынақа былай әдемілеп қойып қояйық. Осы жерге мысалы дөңгелектерін бүйтіп қояйық. Енді фараларын да қосып қояйық. Транспорт, дистанционный двигатель қоссақ. Міне фаралар қып-қызыл, қап-қара әдемі шықты машина. Енді осылай тұрған кейін бітірейік деп ойлаймын. Сіздерге ұнады деп ойлаймын осы серия біріншісі. Машина тюнингдап ету. Маған өзіме ұнады, тез жүреді екен, бірақ қатты тез емес, гонка жүргенге. Фаралар қатты жанады. Жай достар, сіздермен болған мен Даник. Бәріне пока деп қояйын.